Қайырлы күн оқырман, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. 40-тан асқан соң қылық шықты ма, соңғы күндері Асқардың әйелдерге деген қызығушылығы артқан. Қаланың ішінде таксист болып жүргендіктен бос уақытында интернетке кіруді әдетке айналдырғалы қашан. Қандай сайтқа кірмесін, кеудесі бүлкілдеген, еріндері үрбиген қыздар мен әйелдердің суретінен көз сүрінетін еді. Әрқайсысына тамсана қараған Асқар қиялға беріліп кететін. Басында қызық үшін лайк басып жүрді. Кейін келе комментарий жазатын болды. Оған да ет үйреніп тіптен қызығын іздеп қыздарға жеке шаттан SMS жіберетінді шығарды. Кейбірі жауап берсе масайрап қалатын. Үзіле қарап тұрған, бұған күле қараған қыздарды көрсе, көңілі көтеріліп, өзін жас сезінетін еді. Әлі де бір-екі әйелді қатыратындай, шамасы бардай, белбеуін көтере талтаңдай басатын. Егер тоқал алып жатсам, асырауға шамам жетеді. Үйі десе үйім бар, балаларым өсіп келеді. Әйелім осы күнге дейін бетіме қарап көрген жоқ. Көнбей қайда барады? Үйдегі еркек мен, значит, бәрін шешетін мен, деген ойлар оны тіптен азғырып жіберетін. Соңғы кездері осы оймен жүріп, таксиге отырған әр әйелді сөзге тартып, сыпайылық көрсететін болды. Сұлуын көрсе сызылып шығарып салып, ұнатқанын көрсе бәрін ұмытатын халге жетті. Асқарға өзінің әйелінен басқасының бәрі сұлу, сый құрметке лайықты болатын. Жақын араласып сөйлесіп кеткендердің телефонын нөмірін сұрайтын еді. Бүгінде сол тірлігінен жайылмай түнгі 11-ге қарай үйіне жетті. Есікті ашып, амандасып жатқан әйелін елеместен аяқ киімін шешіп жатты. Шай қойшы, басым ауырып кетті деп, жүре жуынатын бөлмеге кіріп кетті. Бағанағы орта жастағы әйелмен арқа-шарқа болып телефон нөмірін алған еді. Жасы 30-дан асқан демесең, қылықты әйел болатын. Сол есіне түсіп, қалтасындағы нөмірді телефонына жазып, сантехник деп сақтай салған еді. Қолын жуып шыға әйеліне енді назар аударған Асқар Әсемнің үстіне киген жаңа халатты байқап қалды. Қалай отағасы, жарасама маған деп күлімдей күле мойнына асылған әйелін қолын сілтеп тастап, ақшаны неге үнемдемейсің? Не, халатың жоқ па еді? Көрінгенді сатып ала бермей, экономдай үйрен. Көңіліне келсе де шайын құйып беріп жатып, Әсем еш үндеместен іштей ақша тауып жүр. Күні-түні таксиге жүрген оңай емес. Мен де ренжитін уақытты тапқан екем деп өзін кінәлайды. Отағасы, сізге ұнау үшін алдым. Ренжімеңізші енді. Біраз болды, маған көңіл бөлуді қойдыңыз. Жұмыспен жүресіз, түсінем, бірақ бітпейтін әңгімелеріңді айтып, басымды қатыра бермеші. Үйің бар, ақша қолыңда, енді не керек саған? Одан да ертең киетін киімдерін дайындап қой, үтіктеп. Демаламын. Таңертең ауылдағы малдың жағдайымен жұмысшыларға баруым керек деп, орнынан тұра ұйқы бөлмесіне кетті. Көңілі жабырқы болып, көп ойдың құшағында Әсем қала берді. Соңғы кездері жолдасы өзіне назар аудармағалы біраз болған. Күйеуін өзіне қарату үшін Әсем не істемеді десеңізші. Бақытты әйел, өзін өзі бағалау, через интернет арқылы көптеген тренингтерге ақша құйды, қатысты. Біраз уақыт көңілін басқаға аударып, өзін жұбатқанымен жолдасы еш өзгермеген болатын. Алматы қаласының қақ ортасында үйі бар. Ауылда шағын фирмасы жұмыс істеп тұр. Осының бәріне кезінде жолдасы екеуі қол жеткізіп еді. Ол кезде Асқар Әсемді өзінің жылы құшағында ұстаған. Жейтін нан мен ішетін шайды әзер тапса да, Әсем бақытты еді. Кішкентай балалары болса да, бірігіп қиындықты жеңе осы күнге жетті. Ақшадан таршылық көрмейміз дегенде, бақытсыз әйелге айналатынын ойлап беді. Жастықты құшақтап, пысылдай ұйықтаған жолдасына ұзақ қараған Әсем бұл өзгерістің астында не жатқанын түсінбей әлек. Тірліктерін жасап, кеш жатқан соң ары-бері аунап мазасы кетті. Асқарға қараса, дым сезбей ұйқыға кеткен. Ұйқысы келмеген соң Инстаграмға бас сұққан болатын. Неше түрлі әйелдердің суретін көріп, көңілі жабырқап сала берді. Соңғы кездері
Өзінің өміріне қарағанда Инстаграмдағы әйелдердің өмірі әлде қайда қызығырақ көрінетін. Түрлі ойдың үстінде ұйқыға кетіпті. Таң бозарып ата сықырлап тұрып жатқан Асқардың қимылынан оянып кетті. Көзін жартылай ашып бақылап жатқан болатын. Ақырын тұра жуынып үтіктеп дайын тұрған киімдерін киіп, шашын тарап, айнаға қараған Асқар көңілді еді. Өмірі істеппейтін әтірін бүгін жақсылап үстінде сүйіп, жағасын дұрыстап қояды. Машинасының кілтін алып шығып кетті. Бағанадан бақылап жатқан Әсемнің ойын күдік басты. Әдетте, осылай аяқ асты сәнденіп жұмысқа кететін еркектің көңілдесі болуы мүмкін дегенді талай тренингтен естіп, кітаптан оқыған болатын. Неге жоритынын білмей, қызғаныштан ойы он құбылып төсектен әзер тұрды. Соңғы кезде ол да балаларына қарауды қойған. Қашан көрсең, өзінің ісімен басы қатып, тамақты да дұрыс пісіруге шамасы келмейтін халге жетті. Бүгін де таңертең балаларына таңғасын беріп, мектепке шығарып салмақ болып, ас дайындаған еді. Ұлы мен қызы үстелге отыра, қуырылған жұмыртқаны дәмін көрер-көрместен тарелканы итеріп, жүйден бас тартты. Анасының көңіл күйі болмай отырғанын екеуі де сезіп, шайды асыға ішіп мектепке кетті. Не істеу керектігін, балалары мектепке қандай киіп кигені Әсемді қызықтырмайтын болды. Бұрын дәмді тамақ пісіріп, екеуінің сабақтарын бақылап, демалыс күндері қыдыртатын. Үйдің берекеті кіріп тұратын еді. Балалар да бақытты болатын. Ал қазір екеуі үйден көрі далада жүргенді ұнататын болды. Әсем біраз басы қатып, не істерін білмей кеткен соң, ішіндегі сырын біреумен бөліспек болып, құрбысына хабарласты. Телефонды ала жауап берген құрбысы жұмыс жерге келуін өтінді. Сонда екеуі асықпай түскі ас ішіп сөйлесетінін жеткізді. Жанар Әсемнің бір университетте оқыған құрбысы. Шағын сауда-саттықпен айналысатын. Алматыдағы танымал ойын-сауық орталығында арнайы киім сататын бутигі бар еді. Үстелдің үстіндегі ыдыстардың бетін жауып, үйінде жинамастан үстіне барын киіп, Әсем сыртқа шықты. Шағын кішкентай машинасына отырып жүріп кетті. Мегапарктың алдына машинасын қоятын парковка іздеп жүргенде, шашы сары әйелдің белінен құшақтап, күлімдеп кетіп бара жатқан жолдасын көріп қалады. Шамасы олар да осы жерге келсе керек. Өзінің көргеніне сенбеген Әсем бірнеше рет машинаның терезесінен қарай берген еді. Іші толған күдікпен басы қатып келгенде, бұл көрініс бәріне нүкте қойғандай. Ашудан ішіне жиналған жері көзіне жас болып ағып жатты. Мұндайда не істеу керектігінде білмейді екен ғой. Талай жылғы махаббаты, сенімі, арманы ол үшін ештеңе болмағаны ма? Асқарға осы сұрақтарды қойғысы келіп, бірнеше рет машинадан шығуға талпынып көріп еді, бойындағы сенімсіздік мүмкіндік бермеді. Қолына телефонын алып, көзіне оттай басылған, жаным деп сақталған нөмірге қоңырау шалып көрді. Сондағы ойы талай жыл бірге отасқан жанының не деп жауап берер деген үміті еді. Телефонды бір қараған Асқар жауап беруден бас тартып, қызылды басқанын көріп, одан сайын жүрегі ауырды. Асқар дызылдай музыка ойнап бастаған телефонын ала, экранына қарап еді, әйеліне түскен қоңырау екенін көріп, жауап бергісі келмей қызылды басады. Сырттай әрекетін бақылап тұрған Әсем тіптен жаралы күйге түскен болатын. Жанына барып, сары әйелдің бетінен шапалақпен тартып, шашынан жұлқылай түсе, не болар екен? Егер күйеуі ол әйелді жақтап шықса ше? Қорланған немене? Екеуінің артынан аңды ғимаратқа кірген Әсемнің жүрегі дүрсілдеп сала берді. Шашын желпілдеп жайып алған сары әйел күйеуінің қолынан қыса құшақтап алыпты. Аяқтарын айқастырып басып, арасында назданып қояды. Әйелі бар еркекті өзіне қаратып алғанға мәз сияқты ма? Ол әйелдің әр қылығы Әсемнің әйелге тән қасиеттерін қорлап жатқандай көрінді. Екеуі мәз бола бір бутикке кірді. Көйлекті киіп шыққан әйел Асқарға замогын тартып беруін өтінген еді. Асқар езуін тарта шымиып келіп, әлгі әйелдің белінен ұстай көйлектің замогын тартып жатты. Сырттан бәрін бақылап тұрған Әсемнің шыдамының шегі
осы араға дейін жеткен болатын. Ашумен кіре әлгі әйелді итеріп, сөмкесімен ұрғылап, аузына келгенін айтып жатты. Арасына түскен күйеуін де бір итеріп құлатты. Күтпеген соққыға жауап беріп үлгермеген сары әйел қолын сермей берген еді. Шуды естіген клиенттер бір сәт тыныш бола қарап жатса, күзетші жүгіре келіп, Әсем мен әлгі әйелді ажыратты. Күзетшіге бой бермей, итерген Әсемді кеуде қосылып әзер тоқтатқан болатын. Шашы шашылып, беті тілінген әйел орнынан тұра бере сатушы қыздар су беріп көмек көрсетіп жатты. Әсемге ашумен қараған Асқар қолынан сүйреп сыртқа шығара. Сенімен үйге барғанда сөйлесеміз. Ертерек есің барда үйіңді тап. Осы істегенің дұрыс болмады. Сен баусың айтып тұрған? Өзіңнің істегенің дұрыс па? Аз болса да, өзіңді кінәлі сезінбейсің бе? Мен саған кіммін? Балаларыңды ойладың ба? Сүйем күйем дегенің қайда, а? Ойыңа оралған сұрақтарды ашумен үсті-үстіне қойған Әсем күйеуінен көп дүние күткен еді. Қойған сұрақтарды салқын қабылдаған Асқар еш қымсынбастан, үйге барған соң сөйлесейік. Машинаңа отыр да үйге кетші деп, қолын сілтеп сөйлеп, өзі ішке қарай кіріп кетті. Жаңағы әсерден арыла алмаған Әсем жүгіре келе, машинасына отырып айғайлап жылай бастады. Бар ашуы ұрыспен, одан қалды көз жасымен бірге шыққан Әсем сәлде болса жеңілдеп қалған болатын. Машинаның ішінде көп ойланып отырып телефонына қараса, құрбысы бірнеше рет хабарласқан екен. Қайталап қоңырау шалған Әсем телефонмен ұзақ сөйлесіп үлгермеді. Телефоннан даусы дірілдеп, көңіл күйі жоқ сөйлескеннен ақ құрбысы біраз дүниені түсініп, қайда екенін сұраған еді. Жағдайды толық жеткізе алмаған Әсем Миганың алдында машинасында отырғанын ғана шамалап айтты. Тез жиналған құрбысы бутиген бір сағат ерте жапқан болатын. Сағатына қараса 6-дан асыпты. Жүгіре басып сыртқа шыға Әсемнің машинасын іздей бастады. Машинаның ішкі жарығын жағып, рөлге жабысып, басын сүйеп отырған құрбысын бірнеше рет шақырғанымен танымады. Есікті ашып, алдыңғы орындыққа отыра бергенде Әсем құрбысын құшақтап жылай берген еді. Екі құрбы біраз отырып сөйлесті. Одан ары бір ресторанға отырып әңгімелерін жалғастырды. Ішіндегі дүниелерді бәрін ақтарған Әсем құрбысының қолдауы арқылы өзіне сенімділік оятып, ойы өзгерген болатын. Әсем бүгін өзінің жағдайымен арпалысып жүріп, үйінде бала шағасын да ұмытқан. Әңгімелері қыза түскен екі құрбы түннің 10-ына қарай орындарынан қозғалды. Құрбысын үйіне жеткізген Әсем үйге барғысы келмейтінін, бір күн осында болғысы келетінін айтып, түнде қонуға қалған. Асқар ішке қайтып кіре, диванда бетін басып шулмасы шыққан Алманы көріп аяп кетеді. Жанына отырып, үстіне жұқа жилеткасын иығына жауып, шұбатып құшақтап, осындай жағдайға қалғаныңа мен кінәлімін. Ренжімеші жаным, енді осындай жағдай қайталанбайды. Сенің күнәң жоқ бұл жерде. Одан да үйіңе қайт. Сен балаларыңа керексің. Ол дұрыс айтты. Мен бір жүрген бақытсыз жанмын. Біреудің семьясын ажыратқым келмейді. Ол не дегенің? Мен сені жақсы көріп қалдым. Саған заңды түрде үйленгім келеді. Егер қарсы болмасаң, жағдайыңды жасаймын, бақытты боламыз. Әйеліңіз мүмкіндік береді деп ойлайсыз ба? Берген күннің өзінде менің жағдайым не болмақ? Әйелім көнеді, саған ештеңе болмайды. Мен бармын ғой, мүмкін бөлек тұрармыз. Ойланып көрем, мен егер жеткізіп тастаңыз, бұлай көшеде жүрген біртүрлі шығар. Әрине, кеттік деп, қолынан сүйей жетектеп, машинасының алдына отырғызды. Жол бойы әңгіме соққан екеу жылы қош айтысты. Асқар ұнатып жүрген әйелді үйіне шығарып тастап, әндете үйіне кірген еді. Есіктен кіре, тастай қараңғы үйдің жарығын жағып, жатып жан-жағына қарап қояды. Күнде алдынан жүгіріп шығатын ұлы мен қызы жоқ. Тәтті тамақ пісіріп жатып, күле әңгіме айтып, киімін шешіп алатын жары да көрінбейді. Үйдің сұрықсыз бейнесін көріп, қуанышы су сепкендей басылып, көңілінде алаңдаушылық ояна бастады. Жарық жағып, аттарын атай балаларын шақырып еді, еш сыбыс жоқ. Бөлменің бәрін қарап шығып таппаған соң, Әсемге қоңырау шалады.
Күйеуінің қоңырауын көрген Әсем басқаша қабылдап, менен кешірім сұрап үйге қайт демекші ғой. Осындайда сразу жауап беруге болмас деген оймен телефонын өшіріп тастады. Асқар басын сипалап, не істерін білмей абыр-сабыр күйге түскен еді. Өз бетінше әрекет етпек болып сыртқа шығып жан-жақта бақылап шығады. Арасында көршілерден де сұраған болатын. Ешкім көрмегендерін айтып, есіктерін жауып алды. Мектептегі апайына хабарласпақ болып еді, телефон нөмірін таппады. Сағат түнгі 1-ден асқан. Шаршаған Асқар менімен ерегісіп Әсем алып кеткен болар. Босқа қара терім шығып, неге байбалам саламын деген оймен өзін шұбатып ұйқыға кеткен еді. Қатты ұйқыдан түскі 11-ге қарай оянады. Тұрып, өз бетінше тамақ дайындап жатқанда Әсем де үйге кірген болатын. Салоннан енді шыққаны шашының бұйрасынан көрініп тұрды. Амандық сұрамастан бөлмесіне кіріп есікті жауып алады. Артынан ере кірген Асқар киімін шешіп жатқан әйеліне қарап, балаларды сабаққа жеткізіп салонға кіріп, бәріне қалай үлгердің? Үлгеретін адам үлгереді. Сен сияқты қарап жүрмейтіндер екінші әйелді де қыдыртып үлгереді. Бастамашы тағы. Кеше қайда болдың? Саған есеп беретін мен емес. Одан да барып, кешегі ешкіні қыдыртпадың ба? Тоқтай тұр. Жаңа не дедің? Балаларды мектепке мен жеткіздім ба? Таңдана сұраған Әсемнің түрінен хабары жоқ екенін байқаған Асқар, олай емес па? Кеше мен келгенде олар үйде болмады. Болмағаны қалай? Сен өтірік істеп тұрсың ба? Әлде шын білмей қалдың ба? Сен сияқты эгоист емеспін. Балалар үйде болуы тиіс еді. Кеше таңертең мектептеріне кеткен, одан кейін хабарым жоқ. Балаларға қараған түрің осы ма? Ол менің қандай міндетім емес. Өзің қайда жүрдің сол кезде? Анау бетсіз әйелмен көңіл көтеріп, екеуі сөз таласқаннан ештеңе ұқпайтынын, тек уақыт жоғалтып жатқанын түсініп, бір сәт үнсіз болып қалған еді. 2 минут өтпей тыныштықты бұзған Асқар телефонын ұстап, маңдайын қолымен басып, түрі сұрланып кеткен Әсемге қарап, енді не істесек екен? Может, полицияға барып арыз жазармыз, а? Әсем ойға шомып кеткен. Асқардың не дегені басына кірер емес. Неше түрлі жағдайлар ойына келіп, қорғансыз балалары көз алдына елестеп кетті. Соңғы кездері ұлы мен қызына айғайлап ұрысқаннан басқа ештеңе істемепті. Өзін кінәлі сезінген Әсем балаларын аман есен тауып алса, бар жылулығын беруге дайын еді. Сөзін елемегендей сыңай танытқан әйеліне Асқар ашулы қарап, «Алло, не ойлап кеттің? Қазір бір-бірімізге кінә тағатын жағдайда емеспіз. Балаларды тезірек іздестіру жағын ойлайық». Асқардың даусына селк ете қалған Әсем, «Алдымен таныс адамдарды сұрап алайық. Мұғалімінен кеше сабаққа кешікпей бардым екен. Тез әрекет етсеңші, 2 сағат ойланасың ба? Өзім білемін, менде шаруаң болмасын» деп Әсем телефонын шұқылап асүйге кеткен еді. 5-10 минут өтпей қайта келіп, үрейлі көзбен Асқарға, «Апайы кеше сабаққа қатыспағанын айтты. Екеуі де мектепке бармапты. Енді не істесек болады? Сенің ойынша қайда баруы мүмкін?» Асқардың анасы ауылда тұрады. Ағасы болса басқа қалада. Қарындасы шетелде білім алып жатыр. Қалада өзінің жақын туыстары жоқ екенін ескеріп, онда тезесіп, полиция бөлімшесіне барып арыз жазғанымыз дұрыс. Екеуі асығып киініп шыға бергенде есіктің қоңырауы тызылдап сала берген еді. Телефоннан кім екенін сұраған Асқар аң-таң. «Есікті ашасың ба жоқ па?» деген анасының даусынан үрейлене есіктің кнопкасын баса берген болатын. Киініп алған әйеліне қарап, «Анам қалаға кепті. Ол кісіге не айтамыз? Бекерде қала ұнамайды, басым ауырады деуші еді ғой. Аяқ асты қайдан келді екен?» Екеуі одан әрмен қобалжып, үрпие есіктің алдына анасын күтіп тұрған болатын. Басына орамалды айқастыра байлап алған, қолында пакетін ұстап, жүзі мейірімді апа есіктен кірген еді. Әсем есікті жауа бергенде, әжей артына айналып қарап, келініне «Тұра тұр» деп қолын сілтей, есіктен басын шығарып, немерелеріне «Кірсеңдерші бол» деп бұйыра сөйлеп. Әке шешесінен қорыққан екеуі бастарын деңкейтіп, ата-анасынан қорыққан екеуі бастарын деңкейтіп үйлеріне кіреді. Өз көзіне сенбеген Әсем бас алып балаларын сүйе берген болатын. Қарт апа киімін шешіп амандық саулықтан кейін бәрі тынышталған еді. Шай дайындап болған Әсем барлығын үстелге шақырады.
күндегідей емес, тамақты да дәмді пісірген. Бәрі үстел үстінде үнсіздікпен тамақ ішуге кірісті. Әркімнің ойында сан сұрақтар, бір-біріне сыпайылық танытып отырғанымен мән-жайды білуге асық. Әсем әңгімені неден бастарын білмей, өзінің айыбын жасыра алмайтынын біліп үнсіз қалды. Асқардың да жүзі өзгеріп, анасының алдында кінәлі адамдай басын еңкейтіп, әңгіме неден басталатынын білмей қашып отырған болатын. Бәрі тамақтарын ішіп болғанын байқаған әже екі немересіне бөлмелеріне барыңдар деп бұйрық бере, тамағын қырылдатып ап, отты көздермен ұлына қарай. Кеше еңгезердей қара жігіт есік қағып тұр. Есікті ашқан бойда екеуін көрдім. Жолақысын апамыз береді деп келісіп келіпті. Қайта сенімді адам екен. Үйге дейін алып келді. Балалар ашығып қалған. Үстіндегі сабақ киімі де таза емес. Көңіл бөлмегенсіңдер. Баланы бездіретіндей не көрінді сендерге? Егер адасып кетсеше, сенімді адам болмаса не болар еді? Баланың қайда жүргенін бір күн бойы аңғармадыңдар. Үндемей өздері хабарласар дедім. Біреуің қоңырау шалмадың. Не көрінді сендерге? Анасының сөзі өңменнен өтіп кетті ме? Асқар жұмған аузын аша алмай үнсіз отырған еді. Ұлын айыптай бергеннен қымсынды ма? Басын келініне бұрып. Асқар болса жұмыста. Сен не істеп отырсың? Осылардың басқа айналысатын ісің бар ма еді? Өзіне сөз келгеніне көңілі түскен әсем көзі жасаурап. Я, мама, мен дұрыс қарай алмадым. Оны мойындаймын. Егер Асқар бұрынғыдай болғанда, бәрі басқаша болар ма еді? Сіз шындықты білмейсіз, апа. Ол қандай шындық? Асқар не деп тұр? Мүмкін сен түсіндірерсің маған? Үнсіз отырған Асқар барлығын ішіне сыймай кетті ма? Орнынан атып тұрып, иә, мен бір әйелді ұнатып қалдым. Екінші рет үйленгім келеді. Әсем көнсең де көнбесең де осы, деп шұлқынып, киімін алып далаға шығып кетеді. Әсем бетін басып шұлауын үдете түсті. Енді бәрін түсінген әжей ұлының артынан айғайлап шақырып еді. Асқар артына қайырылып қарамастан лифтімен төмен түсіп кетті.